Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана. Бүгін біз Наполеон тортын пісіретін боламыз. Тез әрі дәмді пісетін тортты менімен бірге дайындаңыздар. Бізге керегі 500 грамм ұн, мұздай су, 300 грамм маргарин, 1 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, және де бізге бір ас қасық уксус керек болады. Енді креміне келетін болсақ, мен сгущенкамен дайындаймын. Міне менде щедрое лето маргарины, бұдан біз 300 грамм аламыз, және де сгущенка, бір банка жетеді. Менде 8,5% 900 грамм болады. Мен бірақ 800 грамм сгущенканы қосатын боламын. Ал енді біз тортымызды әзірлеуді бастаймыз. Біз бірінші майды немесе маргаринді жақсылап турап, ұнымызға қосамыз. Жақсылап араластырып, қолмен езуіміз керек. Жақсылап араластырғанда біз тек қолмен араластырамыз. Міне осындай песочный болып шығу керек. Және де міне бір жұмыртқа, және де бір ас қасық уксусымызды қосып, тағы да араластырамыз. Осы кезде біз холодильниктен алынған мұздай суымызды қосып, тағы да араластырамыз. Дайын болған қамырымызды біз морозилкаға жарты сағат қойып аламыз. Алған кезде міне осындай шамалы мұз болу керек, бірақ өте жұмсақ болады. Міне біз қамырымызды алып, колбаса сияқты пішінге реттеп, керекті коржымызды кесіп аламыз. Маған 9 корж жетті. Жайып жатқан столға біз ұнды жақсылап себеміз, және де бір коржымызды алып, жақсылап тұрып жаямыз. Оқтауымызға да жақсылап ұн сеуіп жаямыз. Мен 4 бұрышты пішінде жасайтын боламын, сол үшін мен 4 бұрышты қылып жаямын. Егер де сіздерде болмай жатса, ештеңе етпейді. Біз торт піскен соң жақсылап тұрып, әсемдеп көркемдейтін боламыз. Қамырымызды жайып жатқанда ұнды көптеу себеміз, және де 2 қабатқа қабаттаймыз. Сонда сізде слоеный секілді болып піседі. Пергамент қағазын алып, біз пештің листіне салып қоямыз. Және де үстіне міне қамырымызды қойып, 220-250 градус пеште 3-4 минут пісіреміз. Міне мен листіме қамырымды салып, барлық коржды осылай 3-4 минут сайын пісіріп отырамын. Және де шанышқымен басып шығуды ұмытпаңыздар. Міне әдемі корждар пісіп шықты. Міне ең әдемісін бетіне қоямыз. Осылай менің 9 коржым пісіп шықты. Ал енді креміне кірісетін боламыз. Біз 300 грамм маргаринді алып кесеміз. Кеспесеңіздер де болады, теркіден өткізсеңіздер де болады. Мен теркадан емес, осылай кесуді ұйғардым.
мен кремімді сгущенкамен жасайтын боламын. 800 грамм сгущенкамен 300 грамм маргаринімді жақсылап тұрып фенчикпен араластырамын. Егер де сіздерде миксер болатын болса, миксермен араластырған жөн, тез болып шығады. Менде миксерім сынып қалды, сол үшін мен венчикпен араластырамын. Міне менде осындай әдемі крем шықты. Менде қызарған корж бар екен, оны мен оформленияға жіберетін боламын. Бұл бір коржымды мен пакетке салып, қолмен езіп шығамын. Бір корждың үстіне мен кремімді жақтым, үстіне тағы да бір корж қойып, осылай рет-ретімен кремді жағып, әдемілеп жасайтын боламыз. Ең соңғы коржға біз крем жақпаймыз, өйткені біз бетін 4 бұрышты затпен басамыз. Керек емес жерлерін міне осылай біз кесіп тастап, жаңағы пакетке салып, оформленияға кететін болады. Тағы да жақсылап еземіз. Осындай майда болып шығады. Міне ең соңғы коржға біз кішкене кремді қалдырып, осылай әдемілеп тұрып жағып аламыз. Және де жаңағы оформленияға керекті майдаланған коржды біз үстіне жақсылап сеуіп шығамыз. Торттың шетіне осылай кремімізді жағып, жаңағы майдаланған коржымызды осылай жабыстырып шығамыз. Осылайша дәмді әрі тез пісетін тортымыз дайын болды. Дәмі тіл үйреді. Менімен бірге дайындаңыздар. Сіздермен бірге болған Айдана ас болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.